Сәлем баршаңызға, арнамда көргеніме қуаныштымын. Қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін хрустящий тойымды KFC, яғни тауық қанаттарын үй жағдайында оңай әрі тез жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыра кетуді ұмытпаңыз. Ол мен үшін өте маңызды. Ендеше бастайық. Ең алдымен алдын ала жуып, тазартып алған тауық қанаттарын осылай видеодағыдай майда бөліктерге бөліп, артық бөліктерінен ажыратып алатын боламыз. Содан соң барлығын осылай бөлшектеп алғаннан соң қанаттарымызды маринаттауға кірісетін боламыз. Маринаттауға мен тұз салдым. Содан соң осындай для гриля дәмдеу үшін қостым. Және де қара бұрышты салып, барлық жеріне тигенше жақсылап араластырып, содан соң бетін жауып, кемі жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Немесе сіздерде уақыт көп болса, бір түнге қалдырсаңыздар да дәмі сіңімді, сондай керемет болып шығатын болады. Содан соң клярымызды дайындаймыз. Менде осындай дүкендегі дайын кляр. Кез келген дүкеннен сұрасаңыздар болады. Клярдың осылай 4-5 қасығын ыдысымызға салып, салқын суымызды видеодағыдай бірден құйып жібермей, аз-аздан құя отырып, құрғақ массамызбен араластыратын боламыз. Бізде құймақтың консистенциясындай сұйықтық пайда болу қажет. Осылай венчиктің көмегімен де араластырып алсаңыздар болады. Сол кезде жақсырақ араласатын болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай клярымыз дайын. Енді қалған құрғақ массамызды осылай тегістеу тәрелкемізге салып аламыз да, маринатталып дайын болған тауық қанаттарын ең алдымен сұйық массамызға, содан соң осылай құрғақ клярымызға батырып, барлығын осылай қуыруға дайындап аламыз. Дәл осы кезде табанымызды майды құйып, газымызды баяу отта қыздырып қоямыз. Майымыз қызған соң қанаттарымызды дәл видеодағыдай салып, 8-9 минуттан баяу отта қуырып алатын боламыз. Рецептінің толық құрамын төменде описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Сонда өтіп қарап жасасаңыздар болады. Құрамы да өте қолжетімді заттардан тұрады. Фастфуд центрлердегі KFC-ден еш айырмасы жоқ, тек қана жасалу жолы үйде. Міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантып көріңіз. Мінекей қанаттарымыз дайын болды. Енді майынан сырғытып, қағаз сүлгіге қойып аламыз. Қалған қанаттарымызды да дәл осылай қуырып алатын боламыз. Мінекей кез келген соуспен, кетчуппен ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Ариана. Рецепт ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыра кетуді ұмытпаңыз. Арнамда жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Ол мен үшін өте маңызды. Келесі кездескенше сау болыңыз.